Қалампыр мен лимонның құпиясы. 50 жастан кейін мұны әр таң сайын ішіңіз. Ертең таңертең кофе ішуге қол созбас бұрын сіз бір таңғалық нәрсені білуіңіз керек. Азиядағы шағын зертханаларда ғалымдар жаңа сығылған лимон шырынымен араластырылған қалампыр сығындысының бір тамшысын тірі адам жасушасының жанына орналастырды. Микроскоп астында көргендері соншалықты ерекше болды, олар нәтижеге көз жеткізу үшін тәжірибені 3 рет қайталады. Осы қарапайым қоспаның антиоксиданттық белсенділігі соншалықты күшті болғандықтан, зерттеушілердің өздері оны таңқаларлық нәтиже деп атады. Бар болғаны 2 ингредиент. Дәл қазір ас үйіңізде тұрған 2 қарапайым өнім. Бүгінде ғалымдар бұл қоспаны оның қабынуға, асқортуға, қан айналымына және жасушаның жүйкелік әсерін зерттеп жатыр. Осы бейненің соңына қарай сіз неге 50 жастан асқан көптеген адамдар бұл ежелгі сусынды таңғы әдетіне айналдыратынын түсінесіз. Және неге оны дұрыс дайындап, аш қарынға ішкенде кейбір адамдар алғашқы 10 минуттың ішінде-ақ әсерін сезінеді. Біреулер асқазанда жеңілдік сезеді, біреулер тыныш әрі жұмсақ энергия ағынын байқайды, кейбіреулер бірнеше күннен кейін сергек ояна бастайды. Ал енді біреулер келесі дәрігерлік тексеруде жағымды нәтижелерге ие болғанын айтады. Бүгін мен сізге бұл сусын ағзаңызда нақты не істейтінін егжей-тегжейлі түсіндіремін. Сіз мынаны білесіз. Неге қалампыр табиғаттағы ең күшті құралдардың бірі саналды? Лимон оның күшін қалай ашады? Бұл сусынды қалай дұрыс дайындау керек? Қандай 3 қате оның әсерін толық жояды? Және неге тұрақтылық мөлшерде маңыздырақ? Егер сіз 50 жастан асқан болсаңыз, егер таңертең шаршап оянсаңыз, денеңізде сіресу болса, ішіңіз кеуіп, басыңыз тұманданып, энергия жетпесе, онда бұл бейнені соңына дейін көріңіз. Өйткені қазір айтылатын нәрсе сіздің таңғы ең пайдалы әдеттеріңізге айналуы мүмкін. Бұл неге жұмыс істейді? Алдымен қалампыр туралы. Қалампыр тропикалық ағаштың кептірілген гүл бүршігі. Оның ішінде эвгенол деп аталатын табиғи қозғалыс бар. Эвгенол заманауи ғалымда ең көп зерттелетін табиғи антиоксиданттың бірі. Антиоксиданттар не үшін маңызды? Өйткені олар ағзадағы тотығу стрессін азайтуға көмектеседі. Ал дәл осы стресс қартаюдың жасырын себептерінің бірі. Ол жасушаларды біртіндеп зақымдайды, қабынуды күшейтеді. Буындарға, теріге, бауырға, қан тамырларына және энергия деңгейіне әсер етеді. Зерттеулер эвгенолдың асқортуды жақсартуға, қабынуды азайтуға, қан айналымын қолдауға, ішек микрофлорасының тепе-теңдігін сақтауға, бауырды қолдауға, жасушаларды қорғауға көмектесуге мүмкін екенін көрсетті. Енді лимон туралы айта кетейік. Көпшілік лимонды тек С витаминінің көзі деп ойлайды, бірақ ол әлде қайда көп пайдасы бар. Жаңа лимон құрамында лимон қышқылы, флавоноидтар, калий, өсімдік полифенолдары, Д-лимонин бар. Д-лимонин ағзаның табиғи тазарту үдерісін қолдауы мүмкін. Сонымен қатар лимон таңертең асқортуды жұмсақ түрде оятады. Ең қызығы осы жерде. Лимон қалампыр мен жылы суда қосылған кезде күшті табиғи реакция жүреді. Лимон қышқылы қалампыр ішінде эфир майларын басады. Лимонсыз эвгенолдың көп бөлігі бүршіктің ішінде қалып қояды, ал жылы су оны толық шығара алмайды. Лимон бұл үдерісті күшейтеді, ал қалампыр лимонның белсенді заттарын сақтауға көмектеседі. Бұл тағамдық синергия деп аталады. Яғни 2 ингредиенттің бір-біріне әсері күшейтетіні осы жерден көруге болады. Олай болса, ағзада не болады? Бірінші минутта жылы сұйықтық асқазанға түсіп, асқортуды іске қосады. Көп адам бірден тазалық пен сергектікті сезеді. 5 минуттан кейін лимон қышқылы асқорту сөлдерін белсендіреді, эвгенол асқазан бұлшықеттеріне әсер етеді. Егер таңертең ауырлық сезінсеңіз, дәл осы сәтте жеңілдік басталуы мүмкін. 10 минуттан кейін ең қызық сәт. Жұмсақ энергия пайда болады. Кофедегідей күрт серпіліс емес, қанттағыдай секіріс емес, тек тыныш әрі тұрақты сергектік. Бастағы тұман сейіле бастайды, ой анықталады. 30 минуттан кейін белсенді заттар бауырға жетеді. Бауыр тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істейтін біздегі ағза. Ол токсиндерді сүзеді, зиянды заттарды өңдейді, ағзаны қорғайды. 50 жастан кейін оған қолдау ерекше қажет екенін ұмытпаңыз.
Уақыт өте не байқауға болады? 3 күннен кейін көп адам мынаны байқайды. Таңертең ауыздағы ащылық азаяды, ас қорыту жақсарады, жеңілдік сезімі пайда болады. Бір аптадан кейін іштің кебуі азаяды. Энергия тұрақтанады, күндіз шаршау төмендейді. Бір айдан кейін тері балғын көрінеді, таңғы сіресу азаяды, ұйқы жақсарады. 3 айдан кейін ас қорыту тұрақтанады, энергия бір қалыпты болады, жалпы қал ахуал жақсарады. Қалай дұрыс дайындау керек? Сізге 1 стақан жылы су қажет, 250 мг. 2 бүтін қалампыр, жарты жаңа лимон. Бірінші қадам, суды жылытыңыз, қайнатпаңыз. Тымыстық су С витамин мен эфир майларын бұзады. Екінші қадам, 2 қалампырды сәл жаншыңыз. Үшінші қадам, суға салып, кесені жабыңыз. Бұл өте маңызды. Эфир майлары тез буланып кетеді. 7-10 минут тұндырыңыз. Төртінші қадам, жаңа сығылған лимон шырынын қосыңыз, тек жаңа лимон болсын, бөтелкедегі емес. Бесінші қадам, аш қарынға баяу ішіңіз, кофеден бұрын, таңғы астан бұрын. Таңертеңгі ең алғашқы сусын ретінде болуы керек. Әсерін жоятын 3 қателік. Бірінші, тымыстық су пайдалы заттарды бұзады. Екінші қателік, қант немесе бал қосу әсерін әлсіретеді. Үшінші қателік, ұнтақталған қалампырды қолдану. Эфир майларын ол жойып жібереді, тек бүтін қалампырды ғана пайдалануға тырысыңыз. Осы жерде маңызды ескерту: егер сіз қанды сұйылтатын дәрі қабылдасаңыз, міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Қалампырдың қан сұйылтатын жеңіл әсері болуы мүмкін. Егер асқазан қышқылдығы жоғары немесе рефлюкс болса, лимонның 4-тен 1-ін қана бастап көріңіз. Қорытынды жасайық. Ертеңгіде сіз таңертең кофе ішпес бұрын мынаны байқап көрсеңіз: 2 қалампыр, жарты лимон, 1 стақан жылы су. 10 минут күту. Сосын денеңізді тыңдаңыз. Кейде ең күшті әдеттер ең қарапайым түрлері болуы мүмкін. Сіздің ағзаңыз сізден бас тартқан жоқ, ол дұрыс белгі күтуде. Ал бұл ежелгі сусын соның ең жұмсақ әрі пайдалы белгісінің бірі болуы мүмкін. Олай болса, пікірге жаза кетіңіз. Денеңізге дәл қазір не көбірек керек? Көбірек энергия ма, жақсы ас қорыту ма, ауырсынудың азаюы ма, ойдың анықтығы ма, тыныш таңдар ма? Егер бұл бейне пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып, бұл ақпаратты жақындарыңызбен бөлісіңіз. Келесі бейнеде кездескенше. Денсаулық зор байлық екенін ұмытпаңыз. Бұл видео тек ақпаратты мақсатта жасалды. Міндетті түрде дәрігермен кеңесуді ұмытпағаныңыз жөн.